бала шағамыздың өмірі біз ойлағандай емес деген оймен келеді. Өйткені бұл советское времяның адамдары әке шешелерінің айтқан нәрсесін істеді. Сен доғдыр боласың деді, ол доғдыр болды. Сен механик боласың деді, ол болды. А қазір үйтпейді. Неге үйтпейді? Өйткені олар кездерінде ол кісілер әке шешелерінің айтқанын істеген, өздерінің айтқанын істемеген. Өздерінің потенциалдар іштерінде қалып кеткен. Енді бұл іштегі жазылмаған ауруды ана бала мен айтқанымды істеймін деп ананың ішіндегі отражениесі болып тұр ғой. Соны ата-ана түсінбейді. Біз кезінде әке шешенікін істедік қой, неге біздікін істемейді дейді. Бірақ өздерінің ішіндегі өнерлерін шығармағаннан кейін балалары істеймін деп өздерін айтып тұр. Сен де шығармадың ғой, мама деп тұр. Мама оны тыңдағысы келмейді. Біз соны бастағы информацияны мен денедегі информацияны біріктіріп жіберген кезде содан кейін барып, мен кезінде осыны істемеп едім. Балам маған содан хабар беріп тұр екен ғой деп түсініп келгенде баласы қандай таңдау жасаса да мамалар риза болады. Өкінішке орай 80-90 жылға дейін біздің қазекеңдерде таңдау мүмкіндігі болмаған. Біз үшін таңдап беретін ол профессияны да, мамандықты да, қай оқу орнына, тіпті күйеуді де кейде таңдап беретін жағдайда тұрады, атастыру деген көп болады. Неліктен жаңағы сүйікті емес саласында жұмыс істеп келеді. Ата-анасының айтқанымен оқуға түсті да, жаман болмайсың, бухгалтер болсаң, дәрігер болсаң, мұғалім болсаң, жұмыссыз қалмайсың дегеннің кесірінен өкінішке орай осы 30 жылға дейін біздің неліктен білім дамымады. Неліктен медицина дамымады? Өйткені әлгі адамдардың сол салаға деген махаббаты жоқ. 100% дұрыс. Жақсы көрмейді бәрі. Бәріне құр ақша керек. Барады, келеді, үйге ақшаларын алады. Одан адам күшті болып кетпейді. Неге? Өйткені анаған от души махаббатпен қызмет жасаған жоқ. Ақшаны алды, ол ақша оларды ауру қылды. Айланып келгенде.